Бақара сүресі 48 және 57 аяттар. Ей Исраил ұрпақтары, естеріңде болса, кезінде сендерді ауыр азапқа салған перғауын әулетінен құтқарған едік. Олар ұл балаларыңды тірідей бауыздап, қыз балаларыңды өздеріңе күн қылып қорлау үшін тірі қалдыратын еді. Біле білсеңдер, осының бәрі сендерге Раббыларыңнан келген үлкен сынақ болатын. Сондай-ақ естеріңде болса, арттарыңнан қуған перғауын мен әскерінен қашып келе жатып, теңізге тірелгендеріңде сендер үшін теңізді қақ жарып, барлығыңды перғауынның қанды шеңгелінен құтқарған едік. Сондай-ақ сендер жағаға шығып, қарап тұрғандарыңда көз алдарыңда перғауын әулетінен суға батырған едік. Кезінде Мұсамен 40 түндік мерзімге уағдаласқан едік. Сонда сендер Мұса кеткеннен кейін бұзауға табынып, өз-өздеріңе қиянат жасаған едіңдер. Кейін тәубелеріңе келіп, нығметтеріміздің қадірін түсініп, шүкіршілік етерсіңдер деп, сендерді тағы да кешірдік. Сондай-ақ естеріңде болса, сендер тура жолға түсер деп, Мұсаға кітапты Тауратты және Фурқанды, яғни Тауратты дұрыс түсініп, басшылыққа алу үшін терең ілім, парасат, ерекше түйсік һәм белгілі өлшемдер бердік. Мұса қауымына: «Уа халқым, сендер бұзауға табынып, өз-өздеріңе қиянат жасадыңдар. Сол үшін уақыт оздырмай, Аллаға тәубе етіңдер де, Алла жолында өздеріңді өлтіріп, яғни араларыңдағы таухид сенімінен баз кешіп, қолдан жасалған бұзауға табынған азғын дін бұзарларды өлтіріп, мұндай ауыр күнәдан бір жолата арылыңдар. Солай істегендерің жаратқанның алдында сендер үшін әлдеқайда қайырлы болмақ» деді. Сонда Мұсаның айтқанын істедіңдер. Сөйтіп, Алла тәубелеріңді қабыл етті. Шүбәсіз, ол тәуәп, құлдарының тәубесін қабыл етуші, рахим, әсіресе тәубешіл мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Ей Исраил ұрпақтары, кезінде сендер: «Ей Мұса, біз Алланы анық өз көзімізбен көрмейінше саған сенбейміз» деген едіңдер. Сол мезет төбелеріңнен жай түсті де, сұлап түскен бойда қимылдауға шамаларың келмей, көздерің шарасына шығып кетердей қарап қалдыңдар. Содан кейін шүкіршілік етерсіңдер деп, сендерді өліп жатқан жерлеріңнен қайта тірілттік. Сонымен қатар Тех шөлінде төбелеріңді бұлтпен көлегейледік. Өздеріңе ризық етіп бергендеріміздің адалынан, пайдалысынан жеңдер деп, сендерге ризық ретінде мәнна, тәттісі мен бөдене құсын түсірдік. Алайда олар осынау нығметтердің қадірін білмей, шүкіршілік айтудың орнына күпірлік ету арқылы бізге емес, тек өз-өздеріне қиянат жасаумен болды.